Сәлем достар, бүгін сіз белі қамырдан дайындалатын рогаликтердің рецептісімен бөлісемін. Олар өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Ыдысымызға творог, бір жұмыртқа, шекерімізді қосып, вилкамен жақсылап араластырамыз. Осы заттардың мөлшерін астында описаниядан көрсеңіздер болады. Араластырып болған соң үстіне сұйық майымызды қосамыз. Оны да араластырамыз. Содан соң құрғақ қоспамызды дайындаймыз. Ұнымыздың үстіне 15 грамм разрыхитель қосамыз. Оны ұнның ішінде араластырамыз. Жаңағы массамызға ұнның жартысын електен өткізіп қосамыз. Содан соң оны араластырып, қамыр илейміз. Міне осындай қамыр дайын болуы қажет. Енді жаңағы ұнымыздың жартысын үстелімізге себеміз. Содан соң үстіне қамыр салып, тағы да ұнның барлығын саламыз. Сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Міне осындай жұмсақ қамыр дайын болды. Енді оны 15 минутқа қоя тұрамыз. Он 15 минуттай өтті. Қамырымызды алып, оны екі бөлікке бөлеміз. Қамырымызды дөңгелектетіп, оқтаумен илейміз. Оны содан соң 16 бөлікке бөлеміз. Ортасына өздеріңіздің қалауыңызша варенье, сгущенка, паста, шоколад қоссаңыздар болады. Мен ортасына шоколад қостым. Енді пешімізді 180 градусқа қоямыз. Пешіміз қызып болды. Енді рогаликтерімізді салып 20-25 минуттай пісіреміз. Міне рогаликтер дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.